Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы күн болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын. Татқандарыңыз тәтті болсын. Замандарыңыз шаттықты болсын. Ұл қыздарыңыз бақытты болсын. Қайда барсаңыздар жол болсын. Шыбын боқты жеп боқты жат дейді. Ащы, бірақ шындық. Ал бал, ара, кешіріңіздер. Ара гүлдің шырынын жеп, бал тұшат дейді. Сол сияқты адамның жан дүниесі қандай болса, сыртқа сондай сөз шығады. Егерде ішкі жан дүниесі жақсы болып тұрса, сыртқа жаман болып көрінгенмен, бәрібір жақсылығы көрініп тұрады. Ал егерде іші жаман болып, сыртқа жақсы болып көрінгенмен, бәрібір де оның жамандығы көрініп тұрады дейді. Кешегілер айтады. Қалай сыртқа мықты сөз шығару керек? Кешегі мәшһүрлер, шәкәрімдар, абайлар, мысалы, хакімдер дейміз бұларды. Омар Хайям, мысалы, шал ақындар, шортанбайлар, кешегі майқы, мөңкі билердің сөздері қалай сыртқа шыққан, ішкі дүниесі таза болғаннан кейін сапалы сөз шығады. Керемет. Тағы да айтам, мен этнограф емеспін, ақын емеспін, мен жеткізушімін. Кешегі қариялардан естіп қалған жақсы сапалы сөздерді ұрпаққа жеткізіп кетсем екен деп армандаймын. Солардың бір айтып өтейін. Бүгінгі әңгіме ұрпақ туралы дейді. Сапалы ұрпақ сүю. Айтады ғой әгі, сұңқардан сұңқар туады, саңқылдаған. Қарғадан қарға туады, қарқылдаған. Дегенде мен жақсымын деген толып жатыр, жақсылығы өз басынан артылмаған дейді. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлгеннен сен не болам дейді. Дүние жемтік, мен төбет, не қаптырдым, не қаптым дейді. Не істедім мен бұл дүниеге? Келдім, қандай бір септігімді тигізіп кеттім дейді. Не деген сұмдық сөз, ә? Тобықтың төбе билері бөжей, бастаған Қаратай, Байсалдар бірде Құнанбайға келіп айтқан екен дейді. Ей, Құнеке, біз болсақ егде тартып қалдық. Кейінгі ұрпаққа бас көз кім болады депті. Кейінгі ұрпаққа. Сонда бөжей айтыпты, мен өзім ойлаймын, мынау ысқақ етек жеңі кең, адамның ішіне кіріп тұрады. Сөзі дұрыс. Жыртығын жамап, бүтінін түгендеп жүретін жігітке ұқсайды осы. Ысқақ келесі ұрпаққа осы ие болады ау депті. Қарандар, сонда ұрпақ қамын ойлап отыр. Дүние қамын емес, ұрпақ қамын ойлап отыр. Сонда Құнанбай айтқан екен, оның сырты ғой депті. Не болса да мынау қара пұшықтан көріңдер деп 4 жасар Абайды көрсетіпті дейді. Абайдың тілі 4-5 жаста шыққан екен дейді. Қатының қараңғы болса дейді, ұрпағың надан болады дейді. Кешегілер айтады. Мен айтып тұрған жоқпын оны. Сарттың қыздары бетін бүркеп жүреді дейді. Артынан бәле жаласын тіркеп жүреді дейді. Қазақтың қыз келіншектері беті ашық жүреді дейді. Бірақ бәле жаладан қашып жүреді дейді. Ах, шіркін ай десейші. Ақылсыз әйел дейді, ақылсыз әйел. Ақылды баласымен ақылды болады дейді. Баласымен дейді. Егерде балам Алла нәсіп етіп тұрса, алған бибіңе алтаудан кем тудырма дейді. Ойбай-ау, ақсақал-ау, мұның хикметі неде сонда де? Ей, бала тыңда, бұның хикметі мынада болып тұр. Арыстаннан алтау тумай ма? Алтаудың біреуі, абадан болмай ма? Бөріден алтау тумай ма? Алтаудың біреуі арлан болмай ма? Тұлпардан алтау тумай ма? Алтаудың біреуі тарлан болмай ма? Азаматтан алтау тумай ма? Алтаудың біреуі арман қумай ма?
Сол арман қуған азаматың ата жолын қумай ма? Ел жұртына қамқор болмай ма? Ақымақ қатыннан туған алтаудың біреуі хақ жолына бекен болса, жалғыз анасына ғана емес, мынау ата жұртына абыройды болмай ма деген екен дейді. Беу десейші, шіркін-ай десейші. Иілгіш тас болғанша сынған артық. Қасыңа бәле келсе тынған артық. Мінгенше жамандармен алтын таққа. Жақсылармен бірге түскен зындан артық дейді ғой. Көп қарға тең келмейді бір сұңқарға. Көп жылқы тең келмейді бір тұлпарға. Жақсының әрқашанда жөні бөлек, жаман адам жарамас бір қымтарға дейді. Жаман, қайран елім дейді. Қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырамай, бірің май, бірің қан боп, екі ұртың дейді. Жақсы менен жаманды айырайық, қазақ елі. Ел іргесі аман болсын. Қой үстінде боз торғай жұмыртқалайтын заман болсын. Бай қуатты болайық. Күліп жүрейік, күлдіріп жүрейік, күлкі болмайық.